Ассалаумағалейкум достар, қалайсыздар? Зерімбірге Азамат және бүгін бізде кезекті подкаст. Өздеріңіз білетіндей 3 желтоқсаннан 13-не дейін бокстан IBA-дің жасайтын әлем чемпионаты басталайын деп жатыр. Сондықтан осы бокс туралы бүгін біз екі менің комментатор ағаларым, эксперт ағаларыммен әңгімелесу керек деп шешіп шақырып отырмын. Исатай және Арман, қош келдіңіздер. Бүгін грез болды. Жалпы, UFC жауынгерінің мансабы оңай емес. Лигаға қосылып, алғашқы жекпе-жектерден топ 15-ке кіріп, жоғары көтеріліп, чемпиондыққа жеткенше біраз уақыт кетеді. Ал сізде Tennis.kz букмекерлік кеңсесінің слон игрыш деп аталатын қызықты жаңа акциясымен бұдан да тезірек алға жылжу мүмкіндігі бар. Жалпы жүлде қоры 65 миллион теңгені құрайды. 5, 3 және 2 миллион теңгелік жүлделер, сондай-ақ Apple мен PlayStation гаджеттері және де көптеген фрибеттер. Слон игрыш 6 деңгейден және 3 кезеңнен тұрады. Әр кезеңнен кейін фрибеттер мен купондар беріледі. Ал 13 ақпан күні осы купондар арасынан кездейсоқ түрде жеңімпаздар анықталады. Толығырақ төмендегі сілтемеде. Айтатын негізі тема көп, әсіресе екі құраманың Қазақстан мен Өзбекстан құрамаларының шығарған боксшылары, состав екеуіне де сұрақ бар. Өзбекстандікіне де, біздің Қазақстандікіне де сұрақтар көп. Одан бөлек естуімше 120-ға жуық ел қатысайын деп жатыр. Ол қандай елдер? 120? Да, ол қандай елдер? Ол қызық. Ол Бангладеш, Индонезия ма, немесе де Европалық елдер келе ме? Сондай сұрақ қазір өте қатты мазалап отыр. Сондықтан осындай тақырыпқа бүгін біз әңгіме айтатын боламыз. Және сол баяғы кім осы екі құрамадан бірінші орынды алады, общий командный, жалпы командалар арасында көш бастап тұрады. Сіздер қалай ойлайсыздар? Айтатын зат көп. Өте күрделі негізі тақырып. Қазбалай берсең, қазбалай берсең. Негізінен енді 120 мемлекет дегеннен бастайық. Енді 120 мемлекет әрқайсысы 13 адамнан әкеледі дегенге сену қиын, Бұл бізде адамдардың саны, қатысушылардың саны бір 200-300-ден 500-ге дейін шығып кетуі мүмкін. Енді негізгі мемлекеттер бар қатысатын. Ол әр кетсе бір саны 10-ға жететін шығар. Қалғандары енді бір кішкентай мемлекеттер, мысалы өткенде айтып жатыр ғой, Сингапурдың мысалы бокс федерациясы бар екен де, бірақ олардың ресми тіркелген бір ғана боксшысы бар. Бұл әлем чемпионаты емес, жалпы бір ғана боксшы бар. Ұлттық құрамасы бір боксшыдан тұрады, бірақ федерациядан 2-3 адам келеді деген сияқты. Сондай мемлекеттер, сондай бір мемлекеттер бар. Енді бұл жерде бірнеше саяси инструменттер бар, ондай нәрсені жасайтын. IBA бұл проресейлік ұжым болғаннан кейін әрине қазір барынша бүкіл әлемге паш етіп көрсету керек. Міне біз қараңыздар қалай дүркіреп жасап жатырмыз. Біздің әлем чемпионаты деген шынымен де әлем чемпионаты деген сияқты келтіріп отыр ғой, енді географиясы кең деген сияқты. Бәлкім ойлаймын кейбір мемлекеттерді тіпті IBA өзі төлеп алып келген де шығар. Өйткені кәдімгі бір кедей мемлекеттер бар, ұлттық құрамасын төлей алмайтын, көтере алмайтын. Сондай моменттер бар деп ойлаймын. Соның арқасында кішкене географияны шынымен де кеңейткен шығар, бірақ шын мәнінде ертең медальдарды бөлісу келген кезде шынайы географияны көресің. Қалғанның барлығы ол жай қағазда бір отчеттерде кететін нәрсе. Инстаграмда әдемілеп салуға болады, 120 мемлекет қатысып жатыр деген сияқты. Шын мәнінде сол айналдырған 5-6 мемлекет қалады. Медальдарға таласатын кезеңдер өткен кезде. Сондықтан бұны бір үлкен бір жарнама деп қабылдайық енді. Қазіргі сәтте мынадай әңгіме жүріп жатыр. Барлық медальдар 3 қана құраманың арасында кетеді. Қазақстан, Өзбекстан және Ресей. Ресей, өткен қателеспесем қыркүйек айында Ресейдің өзара чемпионаты өтті. Сол жерде осы әлем чемпионатына келетін құрама жинақталды. Және сол жерде орыс әріптестерімнің жазғандарын оқысам, олар кәдімгідей бұл әлем чемпионатында рекорд қойғысы келіп отыр. Қандай рекорд қойып? Мен білмеймін, медаль бойынша, жеңіс бойынша ма? Бір екінші спортшы бірінші кругтан бастап шыға бере ма? Кім білсін, ұшып кетсе барлығы бірдей. Ұшып кетсе. Сондықтан қалай болатын сөз. Жалпы бұл жерде ең қызық заттардың бірі ол жүлде қоры. $8 миллион. Жалпылай бірінші орындарға 300 мың, екінші орын 150 мың.
үшінші орын 75 мың, бесінші орындарға алғанға дейін 10 мың долларын төлеп отыр, және ол бөлініп тұр. Жартысы егер спортшыға кетсе 25% бапкеріне, 25% федерацияға. Сондықтан осыған қарап Өзбекстан құрамасы шамамен 500 мың доллардай өздеріне алғысы келіп отқан секілді. 500 болсын, миллион болсын, енді бұл өздерінің ақшасы тауып жатса, ол бөлек әңгіме. Бірақ шынымен де IBA-дің жұртты өзіне тартатындай, спорттық қауымдастықты өзіне қарататындай бір ғана аргументі бар, бұл ақша болды. Қаражат. Ақша бар кезде IBA бар. Ертең ақша жоқ болса, трек болмаса, ар жағында ол да болмайды. Соны түсіне отырайық. Сондықтан мен бұл әлем чемпионатын мынандай бір толыққанды легитимді әлем чемпионаты деп қабылдай алмаймын. Енді бір жағынан боксшылардың жалпы өмір жолын түсінемін. Біраз жігіттермен, жалпы спортшылармен таныспын. Сондықтан оларға да ешқандай айыптай алмайсың. Осындай мүмкіншілік беріп тұрған кезде барлығы да қолданып ақша тауып қалу керек. Ертең мысалы қанша 300 мыңның 150-і өз қолына тие ме, бұл тәп-тәуір ақша. Біраз тұрмыстық мәселелер жауып тастауға болатын нәрсе. Әсіресе олимпиадаға бара алмайды, жалпы ұлттық құрама сапында екінші нөмірден ары қарай көтеріле алмаймын деген жігіттер белгілі ғой қазірдің өзінде де бізден. Сондықтан солар барып ақша тауып қалса, онда тұрған ештеңе жоқ. Ресей құрамасына келетін болсақ, мен мынадай бір енді өсектің деңгейіндегі нәрсе, бірақ қалай деген айтып көрейін. Ресей 5 алтын медаль аламыз деген сондай бір сыбыс бар. Мен оны бірнеше жерден естідім. Және бір былайша айтқанда инсайдерлік ақпарат деп қабылдасақ, бір жерден шыққан инсайдерлік ақпарат емес, бір-екі жерден осындай ақпарат келді. 5 алтын медаль аламыз депті. Енді олай деуге жөні бар, өйткені олар бокс әлемінен кішкене шеттетіліп қалған мемлекет. Сондықтан өткен IBA-де не болған көрдіңіздер, ол жерден Ташкентте өзбектер 5 алтын алды, бізде 4-еу, Ресейде 2 ғана қалды. Қазір World Boxing бар, әлем чемпиондары патырлап шығып жатыр. Сондықтан сол бір 13-тің 5-еуін шынымен де өздері алады ма деп отырмын. Енді бұл ешкім үшін жұмбақ емес. Бокс әлемінде ондай нәрселер болып тұрады. Олимпиада қарсаңдарында айтып тұрады, кім қандай медаль шамамен алатын. Сондықтан жеребені құрастыра ма, қажетті бір төрешілерді отырғызады ма, ол жағын білмейміз енді. Бірақ мен шынымен де бір 5 алтын алады дегенге сенемін. Оның тағы бір 2-3-еуден бір қола медаль, күміс медаль болса, ар жағына бір 2-3 алтыннан Қазақстан мен Өзбекстанға үлестіріп берсе, сонымен болды ғой шамамен сол 13 медальді өзі көріп тұрмыз. Ар жағында сол бір еуропалық бір София Нумия деген біреу келіп тағы бір медаль алып кетпесе. Бірақ негізінен менің түсінуімше IBA қазір сол қатты назар аударып отырған мемлекеттер бұл Қазақстан мен Өзбекстан. Енді қалай дегенмен бокстағы алпауыт мемлекеттер, World Boxingде қазір 10 медальді 2 мемлекет бөліп алды. Соған қатты назар аударып отыр. Яғни былайша айтқанда қазақтар мен өзбектердің риза болып кетуі олар үшін маңызды да бір жағынан. Сөзсіз. Жалпы ең қызығы календарда ашып қараған кезде 3-нен 13-не өтеді, 12-сі күні демалыс болады. 12-сі демалыс күні IBA-дің бокс кеші өтеді, IBA Pro деген. Сол жерде Мурат Гасиев төлеседі. Кубрат Пулев. Сол қызық болып тұрды. Қалай болатыны, бәлкім екеуін біріктіріп, соңында конгресс болады. Конгресс кезінде біз үлкен бокс мерекесін жасап жатырмыз деп соны алып келе ма деген сұрақ пайда болып отыр. Екіншісі бұл World Boxingтің және де біздің федерацияның орны бұл жерде қалай? Себебі өздеріңіз білетіндей, біз Катарда жүргенде Геннадий Головкин World Boxingтің президенті болды. Президенті болғанға қарамастан біздің құрама IBA-ге өздерінің айтқанда мықты боксшылардың бірін жіберіп отыр. Сөзсіз екінші құрамдағы жігіттер бар, бірақ соның өзінде де кейбіреулері мықты, әсіресе Сабыржан Аққалықов World Boxingке қатысқан жігіт осы жаққа да бара жатыр. Енді Зейнуллинов та сондай ғой. Зейнуллинов та бар. Ол да бар. Кішкене андай енді саяси мәселе ғой бұл. Бірақ менің түсінуімше өткенде сол мысалы Аслан Қаженов қателеспесем сол бір басқа бір подкастта айтқан болатын, ол бүй дейді. Негізінен қазір World Boxing болсын, біздің федерация болсын, былай қағаз жүзінде тыйым сала алмайды. Сен мында қатысасың, мында қатыспайсың.
әзірше ондай тетіктер жоқ заң жүзінде. Алдағы уақыттарда жасалуы мүмкін. Бірақ әзірше ешкім ешкімге тыйым сала алмайды. Мен түсінуімше сол негізінен сол бюрократия барлығына да оң келіп тұрған сияқты негізінен. Осылай қала берсін деген сияқты. Өйткені енді IBA қанша тұратынын білмеймін, бірақ екінші, үшінші нөмірлі жігіттерге, әсіресе біз Қазақстанда, өткен мысалы кейбіреулер өткен жазып жатыр, Өзбекстан нөмір біріншілерін барлығын жіберіп жатыр, жұлдыздарын жіберіп жатыр деп отыр. Енді олар кішкене басқа позицияда, біз осыны түсіну керекпіз. Қазақ елінің азаматы, қазақ елінің боксшысы Геннадий Головкин мырза қазір World Boxing'ді басқарып отыр. Енді ол апарып өз еліндегі мысалы құрамадағы бірінші нөмірлерді World Boxing'де топ жарып келген жігіттерді ана жаққа жіберсе кішкене түсініспеушілік туындауы мүмкін біріншіден. Екіншіден ұтылып қалса тіпті масқара болуы мүмкін. Иә. Сондықтан біз кішкене екі түрлі позициядамыз. Енді Өзбекстанның позициясына келетін болсақ, ол жақта ішкі кухня тіпті бөлек. Мен кішкене қазбалап тексеріп сұрастырып көрдім. Өткенде біздің әріптестеріміз айтқан, тағы да кішкене сілтеме жасайын. Уәлихан Қосанбай айтқан, ол жақта кәдімгі бокс федерациясы жігіттердің ақшаларынан дәмелі. Үлес алады кәдімгі. Енді бұл жерде IBA ресми түрде беріп тұр ғой, бірақ ол жерде бейресми сондай нәрсе бар. Тіпті менің естуімше профильдердің гонорарына дейін шығып кеткен. Өзбекстан бокс федерациясының үлес алады кәдімгі. Сондықтан өзің айтып отырған сол $500,000 деген сияқты олар барып ана жақтан барынша жігіттерді жоғары көтеріп, тым болмағанда ширек финалға дейін жетіп бір 10,000 алып келсе, соның өзінен де федерацияға үлесін беруге мәжбүр болды. Енді олар үшін былайша айтқанда бұл таза бизнес, жаз бизнес. Енді бір жағынан оны да айыптай алмайсың. Енді ішкі өздерінің құрылымы, ішкі кухнясы, ода шатағымыз жоқ. Сол себепті олар осындай құрама шығарып отыр. Менің ойымша біздің екінші, үшінші нөмірлі жіберуімізге осындай бір анықтама бар менің ойымша. Түсінікті. Енді құрамаға тоқталып кетсек, әсіресе біздің Қазақстан құрамасына сұрақтар бар ма сізде? Жалпы құраманы ашып көрген, танысып көрдіңіздер? Қане, әреке дайындалып отыр ғой, тізімді ашып қойып. 48 келіде Теміртас Жүсіпов. Осы өткен Қазақстан чемпионатында қателеспесем ширек финалда жеңіліп қалған еді, бірақ неге бара жатқанына менде осы сұрақ пайда болып отыр. Сөзсіз бұған дейін бұл жалпы 37-38 жастағы біздің ардагер боксшыларымыздың бірі, 16-20 жылғы олимпиадаларға менің ойымша сол бару керек еді, бірақ өкінішке орай болмай қалды. Және де қазір сол кезінде өткен бермей қалған шансты қазір беріп жатқан секілді. Менің ойым осындай. Енді қара, мынадай момент бар. Біздегі Қазақстан чемпионаты World Boxing'ның салмақтарымен өтті. Ол 50 келі. Бұл жерде 48 туралы айтып отырмыз, сондықтан бәлкім қарастырған болар. Менің ойымша Теміртас енді әлі де бабында, әлі де аттың үстінде екенін дәлелдеп жүрген жігіт қой. Сондықтан мен негізі бірде-бір кандидатураға мына жерде менде мысалы фанат ретінде, бокс қарайтын адам ретінде вообще мін жоқ. Бәрінде примерно шамамен түсініп отырмын неге жіберген. Тәжірибе деген жеткілікті. 48 келі мысалы Даниял Сәбиттер бәлкім қазір 51-де бара жатқан, ол кішкене жас бала ғой, қиналып кететін шығар, 48 жасау. Ертең сосын қалай жекпе-жектерді өткізеді деген. Енді 48-де Санжар Ташкенбай бар ма деген, онда менің ойымша Жүсіповке мүмкіншілік беру керек. Онда тоған ештеңе жоқ. 48-де түсінуімше еш қиындықсыз жасап жүр. Әлі күнге дейін, Сондықтан менің ойымша проблема емес. Тіпті жүлдегерлер қатарынан көріп қаламыз деп ойлаймын мен негізі осы. Дәл осы енді қатты бір күлкілі естілуі мүмкін бір жағынан. Кәрі қасқыр дейді ғой. Сондай нәрсе бар ғой. Сәкен болсын, ол қатты бір жасы 30-ға енді жетіп жатса да. Олар кәдімгі ұлттық құрамада өз орнын ойып алған жігіттер кезінде. Енді олар енді мысалы олимпиадаға бармайды. Теміртас та бармайды, түсініп отырмыз. Салмағы да келмейді. Оған қоса бірінші нөмірлер жеткілікті. Сәкен де бармайды, Абылайхан да бармайды. Сондайларды кім болмағанда осы жаққа жіберу керек. Осыларға мүмкіншілік беру керек. Және бұл жігіттер менің ойымша медаль алады. Абылайхан, Теміртас, Сәкен сияқты жігіттер ең бірінші тізімде ең бірінші тұрған адамдардың бірі менің ойымша медальдарға. Мен жалпы 48 келі салмақта Теміртас емес, осы Қазақстан чемпионатында жарып шыққан жеке көзіме түскен Бекзат Алдамжаров деген жігіт бар. Осы Даниял Сәбитпен финалдық кездесуде жеңіліп қалған болатын, бірақ оған дейін
қатарынан 2 жекпе-жекті уақытынан бұрын жеңді, нокдаундармен. Сосын ойлағам, бәлкім 48 келі салмаққа бұл жігіт барады шығар деп. Бірақ ішкі өздерінің прикидкісінен бәлкім осындай болып тұрған секілді. Жалпы жаңа сіз айтқандай, Сәкен, Абылайхан, Теміртас, одан басқа кімдерден біз жүлде күтуімізге болады. Мен жеке, жалпы менің ойымша, қазір көптен бой күтіп келе жатқан Оразбек Асылқұловтың уақыты. Қазір алмаса, енді ары қарай қайтадан неге кетіп қалады. Біраз жүріп қалды. Біраз жүріп қалды, иә, себебі өткен жылы өткен Қарағоз Атбәлиевтің турнирінде керемет бокс өтіп шықты. Махмұт ұтып алды финалда, иә, 4-1 есебімен. Және ары қарай Азия чемпионатына барған кезде мен ойладым, декабрьде өткен Таиландта Чангмай қаласында бітті, осы жігіт қазір топ жарып шығады. Бірақ өкінішке орай ширек финалда жеңіліп қалды. Осы жігіт екіншісі 86 келі салмақтағы Дәулет Төлемісов. Бұл жігітке кәдімгідей шанс берілмей келе жатқан сияқты менің ойымша. Неге? Себебі 25 жылдың басында Бразилияда өткен World Cup'та чемпион болып шықты. Өзбек жігітін ұрып алды қиналмай. Одан бөлек осы неден Қазақстан чемпионатына керемет бокс атып шықты. Және ең қызығы, мен ойлағам оны World Cup'тың финалына жібереді Индияға деп. Оның орнына содан жеңіліп қалған бала кетті да, сол Индияда чемпион болып келді 85 келі салмақта. Осы менде сұрақ тудырды, және менің ойымша осы Дәулет өзінің мотивациясының арқасында топ жарып кетуі мүмкін. Енді былай қарасаң, осы соңғы Қазақстан чемпионатында топ жарған жігіттердің басым бөлігі осы құрамада бар. Енді логика түсінікті ғой. Енді негізінен сөздің ашығы, жыл сайын логика сондай болу керек. Сен мысалы елде өзің мықты екенін дәлелдейсің, IB-ге барасың да, сосын ары қарай кете бересің деген сияқты. Ой, боксинг біз IB-ге бұл жерде жоқ, бұл жерде көрінбе. Енді бұл логиканы тек қана IB-ге қатысты қолдану болмайды. Менің ойымша, мен шынымен де келесі жылды мысалы Қазақстан чемпионаты енді жылдың соңында бірақ болады, иә. Демек қазір бірінші нөмірлер ештеңе өзгермейді деген сөз. Солай Азия ойындарына барады. Енді тым болмағанда бұл да әлем чемпионаты ғой. Өйткені бұл жігіттерде сұрақ туындайды да, мен Қазақстан чемпионатын не үшін жеңдім деген сияқты, иә. Тіпті Азия ойындарына да қатыса алмаймын, иә. Әрі кетсе Азия чемпионаты арман. Сондықтан қазір Қазақстан чемпиондарына барған көбіне мүмкіншілік беріліп отыр. Солай болу керек те шығар деп ойлаймын. Тек қана Тоғанбай, чемпионатта топ жарды ғой. Сағындық Тоғанбай, иә. Осы менде 92 келі салмаққа сұрақ бар. Оның орнына қарағандылық Нұрмагомед Юсупов деген жігіт бара жатыр. Және де менде сұрақ, неге Сағындық жіберіп, бәлкім керісінше World Boxing'те ала алмай қалған затын барып осы жерде алып кету мүмкін бе деген сұрақ пайда болып отыр. Себебі менің ойымша Сабыржан Аққалықов қазір керемет күйде 75 келі салмақта World Boxing'та жолы болмай қалды да, мынау IB-ге келіп, менің ойымша барлығын бірдеммен ұрып шығады. Себебі естеріңізде болса, мен сізбен де сөйлескен кезде, арнайы сайтқа жазған кезде айтқанымыз бар. Сабыржан Аққалықов темная лошадка World Boxing'те осы жігіт атып шығады деп. Сондықтан 92 келіде менде сұрақ бар осы жігітке. Енді көрдің бе, бұл жерде байқасаң, бұл құрама негізінен толықтай бір эксперимент. Енді Нұрмагомед Юсупов дегенде біз сыртта әлі көрген жоқпыз. Үлкен кәдімгі жауапкершілігі мол турнирлерде. Енді Тоғанбайда ондай мүмкіншіліктер болды, объективно қарайық. Енді боксшылардың түр-түрі болады. Кейбірі үйде жақсы бокстасады да сыртта жүре алмай қалады. Кейбірі керісінше үйде дым көрсетпейді де, сыртқа барған кезде атой салады барып. Мен бұны бір сондай бір эксперимент ретінде қараймын да. Өйткені енді бұл салмақта бізде негізі таңдау көп емес қой, былай қарасаң, басқа салмақтарға қарағанда. Ауыр салмақтар кішкене соңғы кездері проблема болып бара жатыр. Бұл осындай бір аванс деп қабылдаймын. Көрейік осы баланы, мүмкіншілік беріп көрейік. Сыртта қалай жұдырықтасады деген сияқты. Қатты бір үміт жоқ. Қазір мысалы фанат ретінде бір көзге қарағанда, өйткені біз үшін де түсініксіз боксшы, әлі біз әлеуетін білмейміз, ғана жақта қалай жұдырықтасады. Түсінікті. Арман, сіз не ойлайсыз жалпы біздің құрама жайлы? Кімдерге сенесіз? Менің ойым, Нұрмагомед Юсупов не істеп жүр бокста, осы есіммен Нұрмагомед. Да я барлығы айтқан уже ой пікірлер, мен не айтамын? Айтарым жоқ негізінде. Бірақ бір пікірім бар негізінде. IB бірінші рет та жатқан осы World Boxingмен бірге бір жыл бірге, сондай ғой. Вот қараңдар, қазір мынау біздің жігіттер елге оралып, чемпион мира болып IB-дің. Они будут как World Boxing чемпион бірдеме саналы, бір дәрежеде бола ма? Или қалай солда бұл? Оларға МСМ-ға деген нәрсе бере ма? По факту негізі екеуі бір дәрежеде тұру керек. Қалай ол? Екеуі де әлем чемпионы. Иә.
мен жалпы ойлағам, егер осы IBA-де маған чемпион сол болып қызық. кетсе, біраз жігіттер әсіресе 71 келі салмақта, 54 келі салмақта кейінірек бір ашық үлкен стадион жинап әдемілеп бір бокс болса, IBA против қатты армандама сен олай. Қатты армандама. 54 содан келі кейін салмақта қараңдар, мысалы Сакен чемпион болып келіп содан кейін қараңдар, мысалы вот ұлттық құрама, бізде ұлттық федерация бар. Ұлттық федерация бұл біздің федерация уолбоксингке шыға береді и IBA-ге шығады. Бөлек федерация жоқ та, дұрыс қой, иә? болашақта пайда болуы мүмкін шығар. Сондай нәрсе Кім бар. білсін. Сондай нәрсе ма? Менде әлі сондай сұрақ көп, негізінде қазір көреміз қалай сол IBA чемпионатын өткен кезде, кейін уже сұраққа жауап аламыз. Бірақ Головкин World Boxing президенті аттанды. Мында IBA ақшамен құя бастады. Сұмдық бір ақшамен құя береді. И бұл, білмеймін, IBA-дің бір ответкасы ма, типа, қараңдар, бізде олимпиада жоқ, бірақ бізде ақша бар. И вот барлық осына түскен жігіттер, мысалы сол Теміртасты алсақ, біз Аким Бемесовты алсақ, олар уже, ветерандар негізінде. Олар мүмкін сол келесі олимпиадаға бармайтын шығар. Уже, и не отберутся, скорее всего, да? И типа такие вот қарандар, вот, если сендер вот второй, третий номер бізге келіңдер дейді, да? Вот это их, походу, вот сондай ниша ма? Ол бір бөлек көрінбе, сосын оларға, жоғарыда айттым, оларға Қазақстан мен Өзбекстан өздерінің бір легитимділігін жалпы бір мойындату үшін, бокс бір қауымдастығына дейміз бе, жанкүйерлерге дейміз бе, міндетті түрде керек мемлекеттер. Онсыз болмайды. Мен басында осылай былай ойлаған едім, қазір Өзбекстан мен Қазақстанды алып кеп төрешілердің астына салып патырлатуы мүмкін деді, бірақ кейін сол неге жалпы кухняға жақындау адамдар басқаша көзқарасты айтты. IBA-дің көзқарасы өте жақсы деді, өйткені енді біздің жақта боксты қатты қарайды ғой. Ертең енді нені охваттарды көресіздер, әлеуметтік желілердегі қаралымдарды көресіздер. Ең бір рейтинг көп әкелетін боксшылар бұл Қазақстан мен Өзбекстан. Ол фактор да бар. Яғни Европа қарамайды IBA-ді. Европа қарамайдыдан бұрын ден түзу федерация Европаның келмейді ол жақ. Мысалы, Американың позициясы бар, олар тіпті қатыспайды. IBA-дің жарысына жоламайды. Есіңізде болса, бір кездері World Boxing енді құрылған кезде Ұлыбритания, Нидерланды, Украина сияқты мемлекеттер бірден сол жаққа кетіп қалды. Олар 2023 жылғы чемпионаттан бері қатыспай келе жатыр, Ташкентте өткен. Олардың позициясында. Сондықтан көрінді, тым болмағанда осындай бокстағы алпауыт мемлекеттерді алып келудің арқасында әлі де біз бармыз деп көрсетудің жолы ғой. Сондықтан олар мүдделі, әрине, толық құрама қатысуында, жақсы боксшылардың қатысуында және бір-екі алтын алып кетуіне де мүдделі деп ойлаймын. Сондықтан береді, медаль береді, ақша береді. Бірақ мынаны түсінуіміз керек, бұл басқа жерде де айтылған менің ойым. IBA қазір менің көзімде бұл федерация емес, бұл промоушн болып кеткен дүние. Бұл толыққанды федерация болатындай, мысалы IBA ештеңе жасап жатқан жоқ. Ол бір осындай үлкен турнирлер жасайды. Жан-жақтан блогер, танымал адам, танымал боксшыларды ақшасын гонорарын төлеп алып келіп, бір тусовка жасайды да. Сөйтіп қараңдар, бізде не бар да? Олар сосын барады, жалаң жұдырықпен айқасу барнакл ашады, олар IBA бокс про ашады, олар барады WBA мен бірігіп жұмыс жасай бастайды. Bir жағына енді логика миға қонбайтын нәрсе ғой, бір жағына бұл IBA былайша айтқанда әуесқой бокс, мынау WBA кәсіпқой бокс, бірақ ақшаның арқасында World Boxing WBA-дің титулдары IBA-дің турнирінде сарапқа салынып жатады. Бұл не сонда? Ақша бар. Бұл федерация емес деген сөз. Ақшаның құдіреті бұл. Бұл ақшаның құдіреті біріншіден, екіншіден бұл федерация емес, бұл промоушн деген сөз. Бұл кәдімгі өздерінің ыңғайлы болса әуесқой бокс промоушны болсын, бірақ былайша айтқанда федерацияның бір белгілері кішкене жоғалып отыр да бұл. Тек қана сол әйтеуір бір топтастырып жинап алу, неше түрлі жұлдыздарды алып келу, Тайсон Фьюри, Рой Джонс деген сияқтылар. Тусовка жасау. Пакьяоны вице-президент қылып тағайындау деген сияқты тегін келген жоқ қол жерге. Джон за боксом болеет. Және менің естуімше әлем чемпионатынан кейін IBA Pro деген турнир өтеді, одан кейін конгресс өтеді. Сол конгресске біраз жұлдызды адамдар келеді деп естігем. Бұл қаншалықты шын өтірігін білмеймін. Әрине келеді. Өткенде Катарда кездескен әріптесіміздің айтуынша, осы UFC-де барған жұлдыздардың барлығы сол Дубайға келеді конгресске.
ақша төлемеске неге бармасқа дейсің ғой. өйткені маған төлеңдер, мен де бара саламын UFC-ге деймін. олар өздері барады, қуана билетін де өздері сатып алып барады, а мына жаққа саған бәрін төлеп береді, гонорарыңды да салып береді. Сондықтан ол жаққа да қуана барады. Енді бұл айтып тұрмын ғой, сол бір технология да, көрсету. Біз әлеммен тереземіз тең, барлығы. Ол спорт бұл жерде жай ренжімесін, спортты қарайтын адамдар, бұл құрал, өкінішке қарай. Сондай адамдардың қолында құрал. Біз әлемнен оқшау емеспіз. Санкция мынау біз шатағымыз жоқ. Біз көріңіз, біз өз туымызбен, өз әнұранымызбен осылай бір керемет турнирлерде жұртпен тең болып жүрміз деп көрсетудің бір амалы ғана ғой болды. Спорт мерекесі дейсің ғой. Иә, спорт мерекесі, бірақ түбі бір сондай бір саяси акция ғой. Иә. Еще Дубайды өз жерінде қылып өткізіп жатыр, ең қызығы. Енді Дубай бұл нейтральный точка. Дубай ешқандай бір қатты принциптер жоқ мемлекет қой, ондай қатысты. Саяси принциптері жоқ. Қараңдар, егер ертең барлық спортшылар келеді медальмен, алтын медальмен келеді, оралады елге, оны біздің президент қарсы ала ма? Орден бере ма? Орден бере ма? Федерация ақша бере ма? 100 мың тағы үстіне қосып бере ма? Білмедім. Вот көп сұрақтар бар. Федерация жағына ағаларымыздан сұрау керек. Вот қалай сонда бұл? Вроде бы ашық запрет жоқ та дейсің сендер. Вроде бы, бірақ ұлттық құраманың бапкері бар жатыр. Ұлттық федерацияның бапкерлері, жауап спортшылары бар жатыр. IBA-дің әйелдер арасында өткен әлем чемпионатынан көрсеміз болады. Неге? Олар чемпион болып келгенде қабылдады ма? Вроде жоқ та, бұл жолда қабылдамайды деген сөз. Ну, енді өйткені біз World Boxing'ге қазір кәдімгідей бір кіріп жатырмыз ғой, енді біздің бокс ол жақта қазір басқарып отырған барлығын. Сондай бір баға беру керек болды да, үлкен, менің ойымша. Бұл да бір саяси қадам ғой, былайша айтқанда, кішкене құндылығын арттыру дейміз бе, бір жағынан онда тұрғанда ештеңе жоқ. IBA-ге ондай нәрсені бермейді әрине, және федерация бұл қосымша тағы да, бізде енді федерация ақша алудың орнына береді ғой өздері, бокс федерациясы. Енді бұл жолы IBA-ге бермесе де өкінбейді деп ойлаймын, жігіттер, ренжімейді деп ойлаймын. Барында қатысып келіңдер, жақсы мүмкіншілік берді деген сияқты. Бұл жерде көрінбе, тағы сосын таза бір спортты айтатын болсақ, бір жағынан жақсы мүмкіншілік қой бұл дейміз, окей, солай ақ болсын. Бірақ екінші нәрсе бар да, бұл жерде бәрінен бұрын бокс ұтылады да. Бокс спорт ретінде. Әуесқой бокс. Иә, өйткені бокс екі лагерге бөлініп кеткен. Бір әлем чемпионатында сен бұрынғыдай әлемнің бүкіл үздік боксшыларын жинай алмайсың. Иә, мысалы Ливерпульде болды. Ол жерде кем дегенде Ресейдің құрамасы жоқ. Ал факт ретінде мойындайық, Ресей бұл әлемдегі әуесқой бокс туралы айтатын болсақ, бұл да алпауыт мемлекет. Топ-5-ге кіретін ел, в любом случае. Топ-5. Бірақ олар жоқ, сондықтан ондай мықтылар болмағандықтан сен Ливерпульдағы әлем чемпиондарын қаншалықты легитимді деп айта аласың. IBA-ге барамыз. IBA-ге мысалы қазақтар жібермейді, кешегі Махмуд Төрехан, Айбек Оралбай, Санжар Ташкенбай, 4 чемпион шықты, 4-і де бармайды ол жаққа. Өзбектерде жақсы құрама жіберіп жатыр, бірақ толық емес ана жақтағыдай, Ливерпульдегідей емес. Менің ойымша Өзбекстанның құрамы Ливерпульдікінен кем емес қазіргі шыққан құрама, оған тоқталып кетеміз. Иә, тоқталамыз, қарап. Сондықтан ол жақта да, мысалы, ол әлем чемпионы қаншалықты легитимді деген сұрақ туындайды да, сосын бір жылда 2 әлем чемпионы. Есіңізде болса, 1,5 жыл бұрын айтқан ойыңыз, болашақта бізде арнандай тема басталады. Сен чемпионсың World Boxing'тің, IBA-дің чемпионсың, мен бәлкім, кім білсін, ертең тағы басқа бірінші новый шығып кетеді, мен соның чемпионы, сөйтіп отырамыз үшеуміз. Ол не ғой, кәсіпқой бокстың қазіргі дерті ғой, 4 титул бар, сосын 4 титулды 4 жігіт ұстап отырса, сен 4-дің біреуінде толыққанды әлем чемпионы деп айта алмайсың. Иә, басың бөлігі бүйтіп келген, ресми түрде қағаз жүзінде сен әлем чемпионсың, по факту бірақ сен ешкім әлем чемпионы деп айта алмайды. Сондай дүниеге келе жатырмыз да. Бұл кішкене боксты құлдырататын дүние. Мен керісінше ойлаймын, мен наоборот, бұл боксқа прогресс беретін секілді менің ойымша. Я сөзсіз болашақта қиын болады. Әсіресе 2 чемпионда бір-біріне, бір чемпион ана жаққа бармайды, анау чемпион мына жаққа бармайды. Бірақ конкуренция бар жерде менің ойымша прогресс болады. Ол қаранды жігіттер, әуесқой бокс ең топ бұл олимпиада. Болды сонымен. Пик вершины, да, все, болды сонымен. А вот IBA бара алмайды. Менің ойымша тағы бір нәрсе ойлап табылады. Жоқ, ол мәселе тіпті ондай емес қой. Олар бірігіп жұмыс істей алмайды.
түсінген нәрсе. бокс бір ұжымның астында бірікпеген. Бұл екі бір-біріне қарама-қайшы лагерь бүйтіп кетіп бара жатқан. Иә. Сондықтан бұл жерде бокс екіге бөлінген кезде мықтыны анықтау одан да қиындай түседі. Қиын болады, сөзсіз. Ондай бізде мысалы Аида Абыкеева осы жылы 2 әлем чемпионатында ұтып алды. Вот Назым Қызайбай жоқ. Жоқ, екінші орын алып қалды. Екінші орын алып қалды финалда World Boxing'те. Мысалы Аида Абыкеева бар, Аида Абыкееваны сен осы жылы сөзсіз әлем чемпионы деп айтасың. Ол анда барды, мында барды, екеуін де алып тастады. Бірақ ондай кейстер көп болмайды ғой. Сосын көрдің бе, жалпы бокстан әлем чемпионы деген сөздің бір құны жоғалады. Өйткені енді қараш, бізде мысалы Серік Сәпиев бар, ол кезінде ең бірінші екі дүркін әлем чемпионы. Ұзақ уақыт бойы шықпады екі дүркін. Бірақ ода бір жылдың ішінде 2 рет әлем чемпионына қатысу мүмкіншілігі болған жоқ. Кім біледі, ондай мүмкіншілік Сәпиевте болғанда ол 4 рет, 5 рет әлем чемпионы болар ма? Мүмкін. Деген сияқты нәрсе. Ол енді жарайды, ол таза бір спорт, көп бір талқыланатын нәрсе. Бірақ сондай моменттер бар. Әлем чемпионы деген сөз бокста кішкене құндылығын жоғалта бастайды. Бұл енді кәсіпқой бокстың кейпіне келе жатыр да. Сондай бір араздық тудырады. Түсінікті. Енді Өзбекстан құрамасына келетін болсақ, Өзбекстан құрамасы кәдімгідей жұлдызды құрам шығарды. Ана жерде менің ойымша Ливерпульден кем емес анау состав, егер мықты болмаса, ана жердегі тіпті Хасанбой Досмановты қайтарып алды. 51 келі салмақта бокста. Одан бөлек Асылбек Жалилов бар. Одан ең қызығы 2 қазақ жігіт бар. Соны көріп біздікілер қуанып жатыр. Саятов пен қазақтар, Саят Ильясов пен Арман бара жатыр. Тұрабек Хабибуллаев та қазақ па деген қазір теория кетіп бара жатыр. Бірақ сонда да қазір егер құрамға қарайтын болсақ, Шадиоржан Мелкузиев, Хасанбой Досматов, Жалилов, Худжаназар Нортожиев, осы жігітті дұрыс білмейді екенмін, Абдумалик Халоков бара жатыр, Саят Ильясов, Асатқожа Мойдин Ходжаев, менің сүйікті боксшым, Шавкатжан Болтаев бар, Фазлидин Еркінбоев бар. Осы Еркінбоев пен Сабыржан Аққалықов Ташкентте болған оқу-жаттығу жиындарында кәдімгідей төбелеспес қырылып қалған деген сыбыстар жүріп жатыр. Екеуі сыбыс дегенде спаррингті көрдік қой, видеосын көрдік. Жоқ, спаррингте видео жай ғана көрінді ғой. Ал кәдімгі бұдан да бөлек біраз сәттері болған дейді. Жавахир Уматалиев бара жатыр, сіздің сүйікті боксшыларыңыздың бірі. Ахмалжан Исроилов, 85 келі салмақта чемпион болған. Тұрабек Хабибуллаев бар. Жалпы бұл составқа былай толығымен қарап келе, менде ең бірінші ой, бізде шанс қайттан Өзбекстанға жеңілеміз бе, не болып бара жатыр, неге біздің құрам мықты болған жоқ? Сөзсіз, біздің құрам мықты, бірақ жұлдызды құрам бар жатыр ар жақта. Бүкіл құрамның ішінде мен осы Жавахир Уматалиевті қатты жақсы көремін, жеке өзімде, және ешқашан төрешілердің шешімімен жеңіліп көрмеген Асатқожа Мойдин Ходжаев бар. Жарайды, осымен подкаст аяқтаймыз. Жоқ, ол қараш, мен бір-екі жерде қозғам бұл тақырып. Неге өзбектердің ұтылуы именно сенің бір жаныңа ауыр? Намысқа тиеді. Намысыңа тиеді. Басқадан ұтылған намысыңа тимей ме не сонда? Жоқ, бұл өткенде де есімде ол айтылған зат. Біз екі бауырлас халықпыз, бірақ соның өзінде де өткенде болды ғой, футболдың әлем чемпионатына шыққанда өзбектер шығып жатыр. Неге біз шығып жатқан жоқпыз деген тема басталды. Сөзсіз, оған түсінік бар неге Өзбекстанның шығып жатқанына. Олар мықты халық, барлығы бірге. Париж олимпиадасындағы успех, бүкіл жеткен нәтижелердің барлығы солардың мықты екенін көрсетеді. Бірақ көп сәтте төрешілердің шешімімен кетіп жатыр да, ол өтірік емес, ол бар по факту. Сондықтан көп кезде осындай Өзбекстандық боксшыларға қарсы келгенде ғана сол судейский фактор ойнап кетеді да, төрешілер факторы. Сондықтан осындай. Бұл әлем чемпионатында мен сондай бір қатты дерби Ливерпульдегі сияқты сондай бір болады деп ойламаймын. Өйткені бұл жерде Ресей бар. Ресейге кетеді көп шешім. Ресейге де біраз шешім кетеді деп ойлап отырмын шамамен. Өйткені бұл жоғарыда айтқандай қалай дегенмен саяси акция. Медальдар керек, және бұл жерде қазір менің ойымша өзбектерден емес Ресейден қорқу керек. Түсініксіз. Жалпы Ресейдің де құрамасы жаман емес, айтпақшы. Бар ма состав? Кім бар? Бармақ бар. Кәдімгі мықты боксшылар бар енді. Ол жақта шынымен былай айтайықшы, енді профиден қайтып келген біраз бар. Төрешілердің көмегінсіз ақ медаль алып беретін жігіттер бар. Кім барады, 92 келідегі ма? Ол тіпті қазіргі таңда 100 келіде WBA-дің чемпионы, Муслим Гаджимагомедов.
ол екі дүркін иә иә бриджуэйттің чемпионы қазір бриджуэйттің 100 келінің чемпионы болған профи бокста екі поясканан екі профи бокста чемпион болып тұрған жігіт қазір әуесқой бокстағы әлем чемпионатына келеді міне тіпті осындай да бар. Одан басқа да 86 килограммдағы Атаев бар, 54 келіде жаңадан енден шыққан жігіт бар, Рогозин деген. Оны кәдімгідей қазір бүкіл ресейліктер, біз Төреханды көтеріп келе жатырмыз ғой. Біздің Төрехан, өзбектер Жабакирді көтеріп келе жатыр. Ресейде осы 54 келідегі Рогозинді алып, біздің анау қазақтың жігіттерін ұрып алады деген кәдімгідей сыбыстар жүріп жатыр. Өздерінің Жалилов бар, Сәкен бар, Рогозин бар. Сондықтан кімге бұйыратыны қызық болып тұр. Я сөзсіз ресейліктердің өздері өткізіп жатқасын өздеріне міндетті түрде медальдар керек. Бірақ Қазақстанның Өзбекстан қанша жүлде жұлып алады? Осы сұрақ мен. Шамамен былай болады деп ойлаймын. Мен негізінен егер қорытындылайтын болсақ, медаль жалпы медальдық есепті, командалық есепті дейміз бе. Бірінші орын Ресей, шамамен екінші орын Өзбекстан, үшінші орын Қазақстан. Шамамен солай болады. Мәссаған. Не, тіпті осындай бір тізбек болмаса да, шамамен осылай бірінен соң бірі осылай болады деп ойлаймын да. Сол әр келсе бір 3 алтын медальдің төңірегінде бізде жалпы бір 6 медаль болады деп ойлаймын. Жалпы. Күмісмен, қоласымен қосқанда, ширек финалға жеткендері де әйтеуір сол бір 6 медаль, сосын бір ширек финалдарға жеткендерінің долларларымен қоссаң бір тағы 30-40 мың доллар келіп қалуы мүмкін. Шамамен солай пайымдап отыр. Жоқ, 3 алтын жүлде ол жаман емес, ол мықты результаттардың бірі менің ойымша, мықты нәтижелердің бірі. Иә, мынандай құрамамен болады. Мынандай құрамамен иә. 2-3 алтын алсақ болады деп ойлаймын, болады. Кімдер атпайды деп ойлайсыз? Мен айттым ғой, Теміртас 48-де бұл негізінен келіп тұр ғой сол. Сәкен, Аблайхан. Сәкен, Аблайхан деп ойлаймын. Сосын маған енді оған қиындау болады, бірақ маған Қазақстан чемпионатында Жақпеков қатты ұнады. 81 келі салмаққа бара жатыр. Иә, ол 80 келіге Уматалиевтің салмағын өтті. Енді ол жерде енді қиын болады, иә. Уматалиевті сияқтыларға қарсы жұдырықтасу. Енді ол жерде жеребеге де байланысты ғой, енді қалай болады. Бірақ Жақпековтың боксы қатты ұнады маған. Мен қателеспесем 24 жылғы Азия чемпионатында Жақпеков екінші орын алды, қателеспесем, және финалдық кездесуде Засудили деген әңгіме жүрген сияқты. Егер қателеспесем, бәлкім қателесім мүмкін. Чаңмайда өткенге қатысқан еді сол кезде. Сосын енді ауыр салмақтағыларға қатты үміт жоқ, мысалы Сапарбай болсын, шынын айтайын. Иә, Сапарбай, мен білмеймін, осы ағайынды Сапарбайларға әрдайым осындай, Сапарбай бара жатыр. Не? Иә, не үшін олай? Бұл боксшы өз орнын жеңіп алды. По факту бар жатыр. Қазақстан чемпионы осы жылға. Ауыр салмақтар кішкене айту қиын. Төлемісов 86-та қарау өте қызық. Өйткені әлем кубогында жақсы жұдырықтасып өтмесін. Осы жыл Қазақстан чемпионы. Ол жігітке тіпті бір шүбә жоқ, айта алмайсың. Ол құрамада өз орнын кәдімгідей Қазақстан чемпионатына шығып дәлелдеп берген адам. Ал төменірек салмақтарда енді медальға әлеуеті бар жігіттер осы, бірақ былай бір фанат ретінде осы мысалы Ертуған Зейнуллиновке қатты жанкүйер болғым келеді. Осы жігітке бір медаль бұйырып кетсе екен. Өйткені World боксингтегі. Иә, тым болмағанда соның бір есесі қайтса екен деп ойлайсың. Өйткені кішкене тағдырда ауырлау жігіт, иә негізінен былай қарасаң боксты жұдырықтасқан кезде енді рингте барын салады. Ана жерде кәдімгідей жанын беріп кетуге дайын. Енді ондай жігіттер көбінесе еңбектің арқасында жетеді. Ондай жігіттердің көбін байқасаң бір бойына құдай боксқа деген талант бірақ еңбекқор бермеген, бірақ сондай бір табандылық, еңбекқор мінездің арқасында шынымен де ондай жігіттер кәдімгідей жанкүйер болғым келеді. Бірге солармен уайымдап, бірге қайғырғым келеді. Зейнуллинов жүлде алып кетсе екен деймін. Ілігіп кетсе екен деймін. Түсінікті. Сіз қалай ойлайсыз? Кімдер? Менде айтарым жоқ. Я говорю, мен сондай бір әуесқой бокста сондай бір үлкен бір қатты бір сарапшы емеспін, сондықтан жай ғана отыра беремін мен. Негізінен жеңіл салмақтардағы енді Серік Теміржанов бар, мысалы 60-та барады, 57-те Асылқұлов барады. Өзбектермен ғана салыстырсақ қана айтуға болады, мына құрама онша емес екен деген сияқтыға келтіруге болады, бірақ по факту қарасаң бұлардың барлығы бір төбе ғой, әрқайсысы.
Теміржановың да жай жүрген емес, ол әлем чемпионатының финалына дейін бірақ шыққан жігіт кезінде. Асылқұлов ол біраз уақыт енді болады бір потолокты тесіп өте алмай жүрген адам, иә, бірақ міне енді бір тым болмағанда осындай әлем чемпионатына қатысу уақыты келген сияқты. Бұлардың барлығы бір төбе, бұлардың барлығы да жүлдеге лайықты. Енді ауыр салмақтарға енді ауырлаған сайын кішкене қиындай түседі, иә, бірақ жалпы осы жігіттер іліп кетсе екен деймін. Мен сол үш жігітке сенемін: Оразбек Асылқұлов, Дәулет Тілемісов және Сабыржан Аққалықов. Осы үш жігіт чемпион болу керек. Енді чемпион болуға барлығы бар. Сабыржанды қара, ол келеді әлем чемпионатында ұтылады. Сосын келеді да қайрадан жұрттың барлығымен кезекке тұрады да, сапқа тұрады да бірге қайрадан. Иә, білем, көрдім мен оны. Бірден Қазақстан чемпионатына өте шықты ғой барлығы. Кәдімгідей, ол дәлелдеді, бітті. Болды, сөз жоқ. Болды дейсің, сөзсіз мойындайсың. Барасың, болды. Өз орнын. Сондықтан менің ойымша былай құрамада да андай не жоқ та, қазір әңгіме былай ойбай мынаған бұра тартты, мынаны апара салды деген. Енді бұрын негізі бокста сондай әңгіме көп болушы еді ғой. Енді негізсіз деп те айта алмайсың. Болды әңгімелер, сұрақтар көп болды. Бірақ қазіргі құрама бұл шынымен де кәдімгідей ертең жұртқа ұялмай көрсететіндей әлем чемпионатынан сондай құрама болды деп ойлаймын. Енді саяси қазір біздің жағдайды ескеріп отыр, иә, қандай позицияда екенін ескеретін болсақ, таңдауға апаруға болатындардың арасынан ең үздіктер бара жатыр деп ойлаймын. Рахмет келгендеріңізге, көргенге өте қатты қуаныштымын. Болды ма осымен? Иә, осымен біздің подкаст тамам. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Жалпы осы айтқан тақырыптар жайлы не ойлайсыздар? Ең бастысы сол IBA-дің жасайтын әлем чемпионаты жайлы не ойлайсыздар? Жәнібектің жағдайы жайлы не ойлайсыздар? Өздеріңізге комментарийге пікіретін жазып кетсеңіздер болады. Одан бөлек екі ағамның жеке арналарына тіркеліңіздер және де Pro подкасттарына да тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде 10 000 тіркелушіге бірге жетейік, бірге жеткізіп тастайық. Рахмет.